Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы дәрісте біз энергия сақтау элементтерінің бірінші түрі конденсаторларды қарастырған болатынбыз. Бүгінгі дәрісте екінші түрі индукторларды қарастырамыз. Өтетін тақырыптарымыз индукторлар, индуктордағы энергияны сақтау, тізбектей және параллель жалғанған индукторлар. Индуктор бұл магнит өрісінде энергияны сақтайтын тізбектің элементі болып табылады. Индукторды магнит ядросының айналасында сым катушкасын орау арқылы жасауға болады. Индукторлар индуктивтілік деп аталатын параметрмен ұсынылған, және индуктивтілік оның мөлшеріне, яғни индуктордың материалдарына және жасау әдісіне байланысты болады. Индуктор бұл магнит өрісінде энергияны сақтайтын тізбек элементі болып табылады. Индуктивтілік мына формуламен сипатталады, яғни L тең мю көбейтілген n квадрат көбейтілген a бөлінген L. N дегеніміз бұл жерде орам саны, a шаршы метрдегі өзектің көлденең қимасының ауданы, L орамның метрдегі ұзындығы, мю өткізгіштік деп аталатын магнит ядроның қасиеті. Индуктивтіліктің бірлігі Генримен белгіленеді. Вакуум өткізгіштігі мю 0 тең болады 1,125 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі Генри метрға. Мына жерде бізде салыстырмалы өткізгіштіктің мәндері, яғни мю r-дің мәндері көрсетілген. Ауа, бетон, вакуум және тефлонның өткізгіштіктері 1-ге тең, ал мю металдың өткізгіштігі 50-ге тең болады. Мю металл дегеніміз электрониканы статикалық немесе төмен жиілікті магнит өрістерінен қорғау үшін қолданылатын өткізгіштігі өте жоғары жұмсақ ферромагнитті қорытпа. Оның құрамы шамамен 77% никель, 16% темір, 5% мыс және 2% хромды құрайды. Катушкадағы ВТ кернеуі катушка тоғының өзгеру жылдамдығына пропорционалды болып келеді, яғни ВТ тең L көбейтілген D бөлінген DT көбейтілген IT-ға. IT индуктивті тоқты, индуктивті кернеуді минус шексіздік уақыттан белгілі бір Т уақытқа дейін интегралдау арқылы табуға болады, яғни оның формуласы мына жерде келтірілген. Бізге мына формулаларды есте сақтауымыз қажет болады. Көбіне біз Т тең минус шексіздік уақыттан бастап токтың мәнін білмейміз, сондықтан бастапқы шартты қолданамыз. Біз мына теңдеуді екі бөлікке, яғни біріншісі Т0-ден Т-ға дейін, екінші минус шексіздіктен Т0-ге дейін деп бөліп алдық. Яғни екінші бөлігінің орнына біз ИТ0 бастапқы шартын қолданамыз. Индуктор арқылы өтетін ток лезде өзгере алмайды. Бұл жаттығуда бізге индуктор арқылы өтетін кернеуді табуымыз қажет. L индуктивтілігіміз 0,1 Генриға тең және токтың мәні IT 20T енің минус 2 дәрежесі амперге тең. Яғни біз мына формуланы теңдеуді қолданамыз есепті шығару үшін. Бізге туындыны анықтауымыз қажет. Яғни мұнда бізде туындыға арналған ереже көрсетілген. D бөлінген dx көбейтілген U көбейтілген V-ның туындысы тең болады U көбейтілген dv бөлінген dx қосылған V көбейтілген du бөлінген dx-ға. Бізде теңдеуіміздің мына бөлігі U болады және мына бөлігіміз V болады. Яғни жазамыз VT тең болады 0,1 көбейтілген di бөлінген dt тең болады 0,1 көбейтілген 20 көбейтілген t көбейтілген минус 2 көбейтілген енің 2t дәрежесі қосылған 20 көбейтілген енің минус 2t дәрежесіне. VT тең болады 2 көбейтілген минус 2t көбейтілген енің минус 2t дәрежесі қосылған енің минус 2t дәрежесіне. Тең болады 2 көбейтілген минус
2t қосылған 1 көбейтілген e-нің минус 2t дәрежесіне тең болады. Сонымен есебіміздің жауабы бізде мынаған тең болады. Көріп отырғандарыңыздай, бұл сұрақты шешу үшін бізге есептеулерді жақсы білуіміз қажет. Себебі біз интеграл мен туындыны жиі қолданып, дифференциалды теңдеулерді шешетін боламыз. Индукторда сақталатын энергияға назар аударайық. Индуктордағы қуат P тең болады V көбейтілген I-ға. Яғни V дегеніміз бізде L көбейтілген DI бөлінген DT көбейтілген I-ға тең болады. Индукторда жинақталған энергия оның магнит өрісінде жинақталады. Тоқтың мәні I-T0 тең 0 болған кезде V жинақтаушы энергиямыз тең болады интеграл T0-ден T-ға дейін P көбейтілген D тау. Яғни ол тең болады L көбейтілген интеграл I-T0-дан I-T-ға дейін I көбейтілген DI-ға. Сәйкесінше VL жинақтаушы энергиямыз бізде тең болады 1 бөлінген 2 L көбейтілген I квадрат T-ға. Индуктор бізде энжар элемент болып табылады, ол энергияны өндірмейді және таратпайды. Ол тек қана энергияны жинақтайды. Келесі жаттығуда бізге T тең 0,2 секунд болғандағы индукторда жинақталған энергияны анықтауымыз қажет. L индуктивтілік 0,1 Генриға тең және V кернеуіміз 10 көбейтілген T көбейтілген E-нің минус 5 дәрежесі вольтқа тең. T 0-ге тең немесе 0-ден кіші болған кезде ток 0-ге тең екенін білеміз. Және бізге алдымен V тең 10 көбейтілген T E-нің минус 5 дәрежесі вольт формуласынан тоқты табуымыз керек. Ол үшін бізге интеграл алу қажет болады. Интеграл алу үшін біз мынаны қолданамыз. Яғни жазамыз IT тең болады 10 көбейтілген интеграл 0-ден T-ға дейін V D тау қосылған I0. I0 бізде 0-ге тең екенін білеміз. Яғни жазамыз 10 көбейтілген интеграл 0-ден T-ға дейін 10 тау көбейтілген E-нің минус 5 дәрежесі D тау. Тең болады 100 көбейтілген минус E-нің минус 5 тау дәрежесі бөлінген 25 көбейтілген 1 минус 5 тау. Яғни 0-ден T-ға дейін. Бізде X E-нің дәрежесі, сондықтан ол мына өрнекке тең болады. Ары қарай жазамыз, тең болады 100 көбейтілген минус E-нің минус 5 дәрежесі бөлінген 25 көбейтілген 1 қосылған 5 азайтылған минус 1 бөлінген 25. Яғни біз T-ның орнына 0-ді қоямыз. I-тымыз бізде тең болады 4 көбейтілген 1 азайтылған E-нің минус 5 дәрежесі көбейтілген 1 қосылған 5 T-ға. Енді бізде тізбектің I-T тоғы үшін жалпы өрнегіміз бар. Енді индукторда жинақталған энергияны табуымыз керек. Оны біз T тең 0,1 секунд болғандағы токты жазып табаламыз. Яғни I 0,2 секунд кезіндегі тең болады 4 көбейтілген 1 минус E-нің минус 1 дәрежесі көбейтілген 1 қосылған 1 ампер. Яғни матлаб арқылы есептейміз. I 0,2 секунд тең болады 1,1057 амперге.
Индукторда жинақталған В энергиямыз 0,2 секунд кезіндегі тең болады 1 бөлінген 2L көбейтілген I 0,2 секунд кезіндегі квадрат тең болады 1 бөлінген 2 көбейтілген 0,1 көбейтілген 1,1057-нің квадраты тең болады 0,10,559 джоульға. Сонымен индукторда жинақталған энергиямыздың жауабын анықтадық. Тізбектей жалғанған индукторлардың эквиваленті индуктивтілігі. Мына тізбекте бізде L1, L2 және Ln индукторлар бір-біріне тізбекте жалғанып тұр. Эквивалент индуктивтілікті табу үшін бізге барлық индукторлардың қосындысын табуымыз керек. Сонымен тізбек үшін Кирхофтың кернеу заңын жазайық. В тең болады V1 қосылған V2 қосылған көп нүкте Vn. Яғни V тең болады L1 көбейтілген DI бөлінген DT қосылған L2 көбейтілген DI бөлінген DT. Сол сияқты кете береді қосылған Ln көбейтілген DI бөлінген DT-ға. Яғни L-ді жақшаға алып жазамыз. V тең болады L1 қосылған L2 қосылған Ln көбейтілген DI бөлінген DT-ға. Енді біз мына өрнекті сумма операторын қолданып қысқартып жаза аламыз. Яғни LP тең болады сумма операторымыз I тең 1-ден n-ға дейін LI. Бұл біздің тізбекте жалғанған катушкалардың эквивалентті индуктивтілігі. Ал параллель жалғанған жағдайда қарап көрейік. Біз мына қатынасқа тең болатынын көреміз. Яғни 1 бөлінген LP тең болады сумма операторы I тең 1-ден n-ға дейін 1 бөлінген LI. Бұл параллель кедергілерге ұқсас келеді. Бұл теңдеуді шығару үшін бізге мына түйін үшін Кирхофтың ток заңын жазу керек болады. Келесі жаттығуда тізбектің эквивалентті индуктивтілігін табуымыз керек. Алдымен біз барлық индуктивті катушкаларды резистор деп есептеп шығарып көрейік. Бізде 4 миллигенри мен 3 миллигенри тізбекте жалғанып тұр. Сондықтан эквивалентіміз екеуін қосамыз, яғни 7-ге тең болады. Енді 42 мен 7-міз бізде параллель жалғанып тұр. Эквивалентін есептейтін болсақ, 1 бөлінген 42 қосылған 1 бөлінген 7 тең болады 294 бөлінген 49-ға тең болады 6 миллигенриға. Енді біздің тізбегіміз 2 есе қысқарады. Салып көреміз. Яғни мұнда бізде 3 миллигенриміз бар. Мұнда 6 миллигенри және мұнда 5 миллигенриміз бар. Көріп отырғандарыңыздай барлық
үшеуі бізде тізбектей жалғанып тұр. Сәйкесінше эквивалентті индуктивтілігіміз тең болады үшеуінің қосындысына, яғни 14 миллигенриға тең болады. Бұл жаттығуда бізге кернеу көзінің кернеуі экспоненциалды ыдырау ретінде берілген, яғни 4 көбейтілген e-нің минус 20 дәрежесі вольтқа тең. Және тоғымыз кернеудің минус жағына қарай кіріп тұр. Оның мәні минус 1,2 e-нің минус 20 дәрежесі азайтылған 1,5 амперге тең болады. Және де бастапқы индуктивті тоғымыздың мәні берілген. Бізге L мен R-дің мәндерін анықтауымыз қажет. Ол үшін біз біріншіден мына түйін үшін Кирхофтың тоқ заңын жазамыз. Яғни жазамыз, мұнда бізде V болады, мұнда сілтеме түйініміз болады. Тоқтардың бағытын белгілейміз. I тоғымыз кіріп тұр, IR тоғымыз шығып тұр және IL тоғымыз шығып тұр. Біз мына теңдеуді қолданамыз. Яғни жазайық, IL тең болады 1 бөлінген L көбейтілген интеграл 0-ден т-ға дейін V тау көбейтілген D тау. Қосылған IL 0 тең болады 1 бөлінген L интеграл 0-ден т-ға дейін 4 көбейтілген e-нің минус 20 дәрежесі D тау минус 3,5 тең болады 1 бөлінген L e-нің минус 20 тау дәрежесі бөлінген минус 5-ке. 0-ден т-ға дейін минус 3,5 тең болады 1 бөлінген 5L көбейтілген e-нің минус 20 дәрежесі қосылған 1 азайтылған 3,5. Яғни IL-тіміз бізде тең болады 1 бөлінген 5L көбейтілген 1 азайтылған e-нің минус 20 дәрежесі минус 3,5-ке. Енді V түйіні үшін Кирхофтың тоқ заңын жазамыз. Минус 1,2 көбейтілген e-нің минус 20 дәрежесі. Минус 1,5 тең болады 4 көбейтілген e-нің минус 20 дәрежесі бөлінген R-ға. Қосылған 1 бөлінген 5L көбейтілген 1 минус e-нің минус 20 дәрежесі минус 3,5-ке. Минус 1,2 көбейтілген e-нің минус 20 дәрежесі қосылған 2 тең болады 4 бөлінген R көбейтілген e-нің минус 20 дәрежесі қосылған 1 бөлінген 5L көбейтілген 1 минус e-нің минус 20 дәрежесіне. Сонымен бізде бір теңдеу және екі белгісіз бар, R және L. Алайда қолданатын амалымыз бізде мынау. Біз әрдайым жүйені экстремалды жағдайда қарастырғанымыз пайдалырақ болады, яғни T 0-ге және шексіздікке ұмтылған кездегі жағдайда. Бірінші T 0-ге тең болған кездегін жазайық. Яғни минус 1,2 қосылған 2 тең болады 4 бөлінген R-ға. 0,8 тең болады 4 бөлінген R. Бұл жерден R-ді табатын болсақ, тең болады 5 омға. Енді L-ді табамыз. Мына өрнекті T шексіздікке ұмтылған кезіндегі
жағдайын жазып көрейік. Яғни т шексіздікке ұмтылған кезде бізде 2 тең болады 1 бөлінген 5L-ға. 2L тең 1 бөлінген 5. Яғни бұл жерде бізде L тең болады 0,1 Генриге. Сонымен Т 0-ге және шексіздікке ұмтылған кезіндегі R және L-дің мәндерін анықтадық. Келесі жаттығуда сызбалар тізбектегі индуктордың тогы мен кернеуін білдіреді. Индуктордың индуктивтілік мәнін анықтауымыз керек. Біз бұл жерде мына теңдеуді қолданамыз. Яғни VT тең L көбейтілген D бөлінген DT көбейтілген IT. Алайда біз DI бөлінген DT тұрақты екенін түсінуіміз керек. Өйткені ток сызықты теңдеу ретінде өзгереді. Сондықтан бізге мына сызықтық көлбеуді анықтауымыз қажет. Яғни ол тең болады дельта I бөлінген дельта Т-ға. Ол дегеніміз 3 ампер бөлінген 4 миллисекунд тең болады 0,175 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі ампер бөлінген секундқа. Яғни S біріміз тең болады 750 ампер бөлінген секундқа. Енді біз мына теңдеуді басқа жолмен жазып көрейік. Яғни V тең L көбейтілген SI. L тең болады V бөлінген SI-ге. Ол тең болады 30 вольт бөлінген 750 ампер бөлінген секундқа. Тең болады 30 мың милливольт бөлінген 750 ампер бөлінген секундқа. Яғни бізде жауабымыз тең болады 40 милли Генриге. Сонымен энергия сақтайтын элементтердің бір түрі конденсаторларды қарастыруды аяқтадық.